әуелі рахмет, тірлікті мынау жаратқан, аннаға шексіз рахмет, ақ сүт беріп толғатқан, ұстазға ұлы рахмет, білім нәрімен сусындатқан, балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан. Сол бір жанға айтамын мың алғыс, сезімі үшін жылатқан, халқыма туған рахмет, шыңдаған елге танытқан. Алғыс айту күні бұл ең алдымен еліміздегі тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Бұл тағдыр телкегімен Қазақстан жеріне қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонажай қазақ халқына деген тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің адамгершілік қарым-қатынастарын өнегелі өлшеміне айналды. Болашақ қараған жоғары Польша баршаңызды осы тамаша мерекемен құттықтайды. Біз сіздерге бейбітшілік, бақыт және тыныштық тілейміз.